ексеңіз соны орасыз. Ол анық нәрсе. Бірақ сол еккен егініңіздің жемісі шығу шықпауы Алланың қолында. Мүмкін жаңбыр жауып кетеді, мүмкін қар жауады. Мүмкін шыққан егінді сіз жей алмайсыз. Мүмкін сіз егінді егесіз, өліп қаласыз, сізден кейінгі адам оны орып пайдасын көреді. Мүлде да, мүлде белі ауырмаған бір адам келеді да о жерге. Мүлде о жерге белі де ауырмаған, басы да ауырмаған. Келеді да ана жерді орып алады, ақша алады. Аяқ астынан. Алла тағала кімге және қалағанынша береді. Бұл дегені дүниенің екі ұшы бар, бауырлар. Біріншісі, осы дүниедегі сіз талап еткен нәрсені іздеу дұрыс. Иә, дұрыс. Дүние іздеңіз, талап етіңіз, оны оқыңыз, үйреніңіз. Ол сол дүние табуда ұсталық үйреніңіз, бәрін істеңіз, керегіңіздің бәрін істеңіз. Бірақ Алланың қолындағы затты не екенін ұмытпаңыз. Соны айтқым келеді. Аллаңызды ұмытпаңыз, Құдайыңызды